Баршаңызға қайырлы күн. Сіздерге бүгін ашытқысыз дайындалатын шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге керекті заттар: ұн, тұз, қант, жұмыртқа, жылы сүт және сода. Ең алдымен ыдысымызға ұнды електен өткізіп салып аламыз. Татымына қарай қант саламыз, тұз саламыз. Тәтті болғанын қаласаңыздар, қантын көптеу қылып салсаңыздар да болады. Қасықтың ұшымен азғана осылай сода саламыз. Жарты стақан сүт құямыз. Сүтіміз жылы болу керек міндетті түрде. Және бір дана жұмыртқа саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздың бетін сүлгімен жауып, 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Шамамен 5 минуттай тұрды менің қамырым. Енді осыны алып, бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде қамырымды 4 бөлікке бөлдім, өзіме жаюға ыңғайлы болу үшін. Әр бөлігін жеке-жеке домалақтап шарик қылып илеп аламын. Қолымызға жабыспас үшін осылай құрғағын сеуіп, әдемілеп домалақтайтын боламыз. Әрбір қамырымызды осылай әдемілеп жайып аламыз. Қамырымыз қалың болмау керек, жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта болу керек. Себебі қалың болып кетсе, ортасы шикі болып, дұрыс піспей қалады. Ал өте жұқа болып кетсе, енді қап-қатты болып, дұрыс желінбейтін болады. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, әрбір бөлігін кесіп, осылай ортасынан 2 тілік тілетін боламыз. Қызып тұрған майымызға шелпектерімізді салып, қызартып пісіріп аламыз. Қызарған соң екінші бетін аударамыз осылай. Екінші жағы да қызарып піскен соң осылай сүзіп аламыз. Қалған шелпектерімізді де дәл осылай әдемілеп қызартып пісіріп аламыз. Бұл шелпектерді мен көбінесе үйде нан таусылып қалғанда, нан пісіруге уақыт болмаған кезде шаймен жеуге пісіріп аламын. Дайындалу өте тез, сол себептен шайым қайнап жатқанда осылай пісірсем, шайым қайнағанша уже дайын болып тұрады. Сол себептен сіздер де пісіріп көріңіздер. Барлық шелпектерімізді осылай қызартып пісіріп аламыз. Біздің шелпектеріміз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.